Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай пышный болып шығатын бауырсақ дайындайтын боламыз. Дәмді өте керемет, әрі жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жылы суымызға тұзымызды керекті мөлшерде салып, қаймағымызды, пісте майымызды құйып, дрожжімізді салып, қамыр илеп аламыз. Ең бастысы суымыз суып қалмау керек. Жылы күйінде ашытамыз. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге орап қоямыз. Міне біздің қамырымыз ашыды. Енді зуалаға бөліп алып, бауырсақ жасайтын боламыз. Стаканның көмегімен домалақ етіп кесіп аламыз. Қаласаңыздар 4 бұрышты етіп кессеңіздер де болады. Қалған бөліктерін жинап алып, оларды да жайып, кейін бауырсақ етіп істесеңіздер болады. Міне біздің бәрін кесіп алдық. Енді бетін шашықпен жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз көтерілу үшін. Бауырсақтарымызды қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Міне достар, біздің бауырсағымыз дайын. Арасын көрсеңіздер де болады. Өте жұмсақ, қараңыздаршы. Дәмі де тәтті болып шығады. Егер видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.